Жоғары оқу орындар студенттердің тұрақ жайымен тәмінлеу системасын жетістіру ісі-шаралары hakkında Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2023 жыл 14 август күні жоғары оқу орындар студенттердің тұрақ жайымен тәмінлеу системасын жетістіру hakkınдағы 376 қарар қабыл етілді. Ол қарарға текар мемлекеттік жоғары оқу орындарының студенттер тұрақ жайына жайласу тек қана мемлекеттік қызметлер орайлары, ямаса Өзбекстан Республикасы бірден-бір интерактив мемлекеттік қызметлер порталы арқылы электрон арза беру жолы арқылы әмелге асырылады. Сондай-ақ студенттерге нәубетті онлайн бақылау һәм төлемдерді әмелге асыру мүмкіндігі жаратылады. Онда студенттер тұрақ жайда жайласу үшін арза беру 1 августтан бастап оқу жылы жұмағына шекем давам етеді. Қарақалпақстан медицина институтында студенттер тұрақ жайы іске қосу алдында тұрды. Ол жерде кімдер қабыл етіледі? Бірінші нәубетте кімдер студенттер тұрақ жайына қабыл етіледі? Яғни мехрибанлық үйі тәрбиеленушілері, шын жетімдер, яғни ата-анасы қарамағынан айырылған студенттер, социалдық қорғаудың бірден-бір реестрі, темір дәптері, маялы дәптеріне кіргізілген социалдық қорғау мұқтаж шаңырақтардың перзенттері, жастар дәптеріне тұратын студенттер, hamda birinchi, ikkinchi topar mayqli bo'lgan studentlar, alыс аймақтардан, ya'ni viloyatlardan kelib o'qib o'tirgan studentlar, ham o'zlarimizda Qoraqalpog'iston Respublikasi chetki rayonlarida o'qiydigan studentlar qabul etiladi. Sonday-ақ bir shaharddan bakalavriat bosqichi kunduzgi ta'lim formasida 2 yamasa ondan ortiq to'lovli shartnoma tekarida o'qib o'tirgan studentlar perzentlari kiradi. Xalqaro fan olimpiadalari, respublikалық fan olimpiadalarida jengimпазлық qo'lga kiritgan studentlar. Sonday-ақ жыл студенті, талабалар театр студиялары, Zakovat интеллектуал ойындарының республикалық басқышында жеңімпаздықты қолға кіргізген студенттер, сол талабалар тұрақ жайында бірінші нәубетте жайласатын студенттер тізімі. Сондай-ақ жатақхана төлемінен кімдер толық азат етіледі. Яғни көз кеселіктері бойынша бірінші, екінші топар майыплығы барлар, ата-анасы қайтыс болған, яғни айырылған студент, шын жетім студенттер, мехрибанлық үй тәрбиеленушілері, һәм социалдық қорғау мұқтаж студенттер. Кімдер ұлыма төлемінен 50% шегірме беріледі талабалар тұрақ жайында. Яғни ұлыма кеселіктері бойынша екінші топар майыплығы барлар, вазипасын үлгілі атқарып отырған студенттер кеңесі бастығы, сол жатақхананың сардары, һәм жатақхана кітапханасы үшін жауапкер болған студенттер сол 50% шегірме текарында жатақханадан пайдаланады.